қыздар. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ресторандарда, қазір тойларда той иелері заказ беретін, көбінесе казан кебаб. Казан кебабты дайындайтын боламыз. Қазір хит болып жатыр. Тойларда ылғи осыны заказ беріп жатыр қазір. Мінекей, бұл өзі негізінде өзінің согына, еттің сөліне пысатын, ешқандай су құйылмайтын, өте жұмсақ, қойдың етінен дайындалатын казан кебаб. Мінекей, ешқандай пышақтың керегі жоқ. Қасықпен ақ үгітіліп жатыр ғой, үгітіліп. Дәмін айтсаңызшы. Қазір мен сіздерге қалай мариновать етілетінін, қалай бұл қуырылатынын айтып өтемін. Мінекей, мынау картобы. Картоп та бір қызыл күрең түстес, сондай бір бауырсақ сияқты болып, дастарханда сондай әдемі көрінеді, и сондай дәмді болады, қыздар. Мынау пияздарымен, уксусталған пияздарымен. Ендеше, қыздар, арнадан алыстамаймыз. Мінекей, қыздар, мынау қойдың еті, ішінде қабырғасы бар. Көбінесе менде сүйектері бұнда. Төсі бар, сүйегі бар еттер ғой. Мен бұны жаңағы чесноктап, пияздап, соевый соуспен кішкене араластырдым. Қыздар, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Жарты сағат араластырып ұстадым, мариноваттап. Ал мынау картоп. Картоп, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Картопты турамаймыз, қыздар. Бүгін үйіме менің единственный қайнапам келетін болғандықтан, о кісінің тісіне жұмсақ, о кісінің өзінің ең жақсы көретін тағамын дайындап жатырмын. Мінекей, майды қатты қыздырдым. Одан кейін картопты салып қуырамыз, қыздар. Мінекей, өте әдемі, өте жақсы. Міне, мынандай золотистого цвета дейді ғой орыстар. Қызыл күрең, осындай қызыл алтын түстес болып шығады да. Сол кезде аласыздар. Бұл пысқан жоқ, қыздар. Просто сыртын әдемі қылу үшін қуырады бұны. Менде әлі де кішкене ұстау керек еді мына картошканы, бірақ оған кішкене уақыт тығыз, қонақтарым келе жатыр уже. Сондықтан да кішкене асығыңқырап алып жібердім. Міне сондай әдемі, сондай жақсы. Мінекей, шығарып алдым картопты. Иә, өздеріңізге көрініп тұр ғой. Әлі де қызартыңыздар, қыздар. Енді бұны духовкаға пергамент қағазын жайып, оның үстін сұйық маймен майлап, жаңағы картопты духовкаға саламыз. Духовкаға мен 170 градусқа, 170-180 градусқа бір 40 минутқа қойдым. 35-40 минутқа қойдым. Оны салып тастадым дағы, енді қазанға майды құйып, одан кейін мына етімді қуыру процесін бастадым. Қыздар, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Кез келген повар айта бермейтін бүкіл секреттің бәрін мен сіздерге айтып беретін боламын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар комментарийға, барлығына жауап беретін боламын. Мінекей, жаңағы менің қойдың еті қуырылып жатыр. Су құймаймыз, қыздар. Өзінің согына бұл өзі пісу керек. Өз согына, өзінің сөліне қандай дәмді болады, қыздар, бұл бар ғой. Су құймайсыздар. Кстати, тағы бір секрет. Қыздар, еш уақытта қуырылатын етке тұзды бірден салмаймыз. Шикі қалпында салмаймыз. Ет кішкене пысып қалған кезде бірақ саламыз тұзды. Өйткені еттің талшықтарын кептіріп, етті қатайтып жібереді тұз. Сондықтан да бір қайнағаннан кейін, бір қуырылғаннан кейін барып қана салады тұзды. Бұл да бір лайфхак, түртіп қойыңыздар. Мінекей, қазір мынау согы тартылады, өзінің, еттің өзінің сорпасы. Тартылған кезде просто майы ғана қалады, сол майына қуырылады. Бұл 1-1,5 сағаттың ортасында болады. Қуырылған кезде мына еттің жан-жағының өзі бір қызғылт сары болып, сондай бір әдемі болады, қыздар. Әрі жүп-жұмсақ болады, қыздар. Сол бұл етіміз дайындалып жатқан кезде енді біз пиязымызды, ұзыншақ пиязды дөңгелек қылып турап, мінекей 3-4 тамшы уксус тамызамыз, 70% уксустан. Содан кейін паприка сеуіп жібереміз.
кішкене светін өзгерту үшін, жақсы болу үшін. Мінекей, суы тартылды, майға қуырылып жатыр. Қызғылт болып, әйбәт болып қуырылады. Сол кезде дастарханға қоятын боламыз. Ой, менің қайнапам қазір тура керемет жақсы көреді осы тамақты. Міне қыздар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өзінің соғына піскен казан кебап. Дастарханға да сондай әдемі көрінеді. Қазір тойда хит болып жатқан казан кебап. Мінекей, екі жағына, бір жағына картошканы толтырып салдым, бір жағына етті толтырып салдым да, сосын соның екі жағына мынау лук, пияз. Біздің казан кебап немесе жаңағы айтқан әр жақта әртүрлі айтып, жұмсақ, ауызда ерейді. Мына біздің үйге келіп отырған қонақтар. Қалай, жақсы ма? Тамаша? О, міне. Мінекей менің қайнапам самый. Ибай, қайда кетіп қалды немене? Единственная моя қайнапа. Қайнапа как? Вау ма? Айтыңыз, вау деп айтыңыз. Вау! О. Жұп-жұмсақ па? Еще қалай, бар тұтайды. О.